Қайырлы күн 4-ші сынып оқушылары. АКТ сабағына қош келдіңдер. Біз электронды почталармен жұмыс жасауды бастадық, я? Бүгінгі тақырыбымыз электронды поштамен файлдарды қабылдау және жіберу. Бұл сендердің кітаптарындағы 116 және 118 беттердегі тақырып. Балалар, алдыңғы сабақта естеріңде болса, сендер өздеріне электронды поштаны аша алдыңдар, я? Gmail және Mail.ru аккаунттарын аштыңдар. Енді бүгін сол ашқан аккаунттарың арқылы бір-бірімізбен хат алмасуды үйренеміз. Ал бүгінгі сабағымыздың мақсаты электронды поштаның қызметін түсіну, электронды пошта бумаларымен танысасыңдар, хат жіберуді, файлдарды хатқа кірістіруді және сондай-ақ хаттарды қабылдауды, жоюды үйренеміз. Біле білсеңдер, бұрынғы заманда хат алмасу өте қиын болған, е? Құстар арқылы, көгершін арқылы хат алмасады деген аңыздар бар. Сонымен қатар мысырлық патшайымдар, фирғауындар міне осылай хат алмасты дегенде тарихта ақпараттар бар. Олар адамдар арқылы тасымалданған. Кешегі 19 ғасырдың кезінде де пошташы кісілер болған, е? Поштаға хаттарды алып, оларды адамдардың үйлеріне алып барып тасып жүрген. Міне сондай-ақ мұндай құстармен де әртүрлі ертегілеріміз де бар, аңыздарымыз да бар. Бұрынғы уақытта хандар, қағандар, ел басшылары өздерінің сарбаздарын хатты қолдарына ұстатып, жылқыларына, аттарына отырғызып, сонау алыс мемлекеттерге де хат жолдаған. Ол хаттар 2 немесе 10 күннен кейінде немесе 1 айдан кейінде ұзақтығына қарай жетіп жатты. Ал қазір барлығы оңай. Ол не? Бізде қазір интернет бар. Барлық хабарламаларды біз электронды пошталар арқылы жіберуімізге болады. Ол бізде көптеген уақыт алмайды. 1 минут немесе 1 секундта ғана біз өзіміздің хатымызды керекті жеріне жолдай аламыз. Сондай электронды пошталардың мысалы ретінде сендер білетіндей Gmail, Mail.ru, я? Мынада басқада осындай пошталардың түрлері бар, бірақ кең тараған біздің қолданатынымыз Gmail және Mail.ru. Электронды пошталар арқылы тек қана хаттар ғана жазып қоймай, бумаларды, файлдардың түрлерін, яғни музыканы, видеоны, суреттерді де жібере аламыз, презентацияларды жібере аламыз. Түрлі файлдардың түрлерін біз бір-бірімізбен хат арқылы, электронды пошта арқылы бір мезетте алмаса аламыз, балалар. Мен сендерге қалай электронды пошталармен хат алмасатынымызды, файлдар кіріктіретінімізді көрсетейін. Алдымен біз Mail.ru поштасына кірейік. Алдыңғы сабақта барлықтарына тапсырма ретінде берілген Mail.ru немесе Gmail'да өздеріңнің электронды пошталарында құруға және сондай-ақ оған видео инструкцияны да жібердім. Кімде ашылған жоқ, маған жазып, сұрап, бірге электронды пошталарында ашайық. Міне, менде поштам ашылды. Хаттарыма кіреміз. Электронды пошта терезесінде бумалар орналасқан. Міне, входящий, яғни кіріс хаттары. Мұнда өздеріңде ашсаңдар болады, басқада папкаларды, яғни бумаларды. Отправленный, яғни бұл жіберілген хаттар. Сендер басқа біреуге жіберген хаттарың тұрады бұл папканың ішінде. Ал черновики, яғни шимай дәптер сияқты біз өзіміздің черновик, шимай дәптерімізді осы жерге хаттарымызды сақтай аламыз. Спам, яғни бұл бізге поштамызға біздің хаттарымызды өшіріп тастайтын немесе зиян келтіретін хаттарды бірден электронды поштаның өзі
осында салып қояды. Яғни ол біздің поштамызға зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан ондай файлдар немесе хаттар осында жиналады. Ал корзина, яғни себет, мұнда біздің өшіріп тастаған, яғни жойып тастаған хаттарымыз келіп түседі. Жаңадан өздеріңе керекті папканы, буманы ашу үшін новая папка батырмасын басамыз. Папканың атын жазамыз. Мысалы, мен жазамын 4А сыныбы. Добавить папку батырмасын бассақ, біздің папкамыз мұнда келіп түседі. Ал енді біз хат жазуды үйренейік. Написать письмо батырмасына басып, хат жазу беті шығады. Бұл жерде кому, яғни кімге жіберетініміз жазамыз. Тема, яғни тақырыбын жазамыз хатымыздың. Қане жазып көрейік. Екінші поштамы өзімнің жіберіп көрейін. Gmail поштамы. Міне. Тақырыбы 4-ші сынып. Біз бірден бір ғана адамға емес, 10 шақты, одан да көп адамға хат жолдауымызға болады. Мысалы, екінші поштаны жазайын. Өзіміздің поштамызға да жіберуге болады. Міне. Пошталарды таңдадым, хат жібергім келетін. Ал енді файлдарды қосу үшін прикрепить файл батырмасын басамыз. Компьютерімізде файлдардың ішінен өзімізге керекті файлды таңдап аламыз. Мысалы, фото, міне, суреті бір ғана емес, бірнеше файлда жүктеуге болады. Тағы екінші файл салып көрейік. Міне, мысалы, Word документіге жібере аламыз. Міне, жүктелді. Жүктелгеннен кейін біз өзіміз қаласақ, мұнда тағы да хатымызды жаза аламыз. 4-ші сынып оқушыларына керекті файлдар. Міне, өзіміздің хатымызды жазып, отправить кнопкасын бассақ, хатымыз мына көрсетілген пошталарға жіберіледі. Ал енді осы жіберілген хатты біз отправленная бумасына қарап көрейік. Міне, біздің жіберген хатымыз тұр, иә? Ал енді біз Gmail'да осыны қарап көрейік. Google аккаунтта. Қазіргі кезде Google аккаунт және Mail.ru бұл ең кеңінен қолданатын поштаның түрі. Электронды пошта барлық адамға керек, балалар. Өйткені қазір бізде ақпараттың дамыған заманы. Бір-бірімізбен ақпарат алмасу, ақпарат беру, тарату, ол өте маңызды, өте күнделікті жасалатын іс-әрекет. Міне, поштаға басамыз. Электронды поштамыздың беті ашылды. Бұл жерде де дәл Mail.ru-дағыдай міне бумаларымыз тұр. Жаңағы Mail.ru-дан жіберген хатымыз келіп түсті. Суреті де, Word документі де тұр. Ашып көреміз келген хатты. Қаласақ, біз файлдарды жүктеп те алуымызға болады. Міне, скачать, яғни жүктеу батырмасын басу арқылы өзіміздің компьютерімізге жүктеп аламыз. Ал енді келіп түскен хатқа біз жауап беру үшін ответить деген кнопканы басуымызға болады. Не деп жауап береміз? Ал, рахмет. Хабарламаны алдым. Файлдарды жүктедім.
міне отправитті басамыз. Ал енді мына поштамыз тексеріп қарайық, бізге келді ме? Міне келіп тұр. Хатымызды ашып оқып көрейік. 4-ші сынып оқушыларына керекті файлдарды жібергенбіз. Оған жауап ретінде міне рахмет, хабарды алдым, файлдарды жүктедім деп хатты оқыдық. Міне оқушылар, біз электронды поштада файлдарды, хаттарды, жазуды, жіберуді және қабылдауды көрдік, үйрендік. Осы видеоға қарап, өздерің жасап көрулеріңе болады. Егерде қиындықтар туындаса, мұғалімге жазамыз. Сондай-ақ үйреткен жаңағы электронды пошта арқылы хатты жіберу, қабылдау туралы телефонда қалай оны жүзеге асырамыз, оны да телефонда видеоға түсіріп, мен сіздерге бөлек видео ретінде жібердім. Сол видеоға да қарап, егер компьютерлеріңіз болмаса, телефоннан жасауға да болады. Міне, орындап көрейік тапсырмасы, яғни Айдары электронды пошталармен достарыңа хат жолдап көріңдер. Оқушылар, бұл міндетті тапсырма емес. Өздеріңнің үйренгендеріңді жүзеге асырып көру үшін орындауларыңа болады. Кітаптағы бойынша мен барлығын видеода түсіндірдім. Ал оқушылар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады деп ойлаймын. Келесі сабақтарда жаңадан электронды пошталардың функцияларымен, қызықты қызметтермен танысатын боламыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.